Короче, турецкий завтрак, обед, ужин бәрін қосып, осындай тамақ шығарып алдым, короче. Деп. Ас болсын маған. Құрметті емжелер, Сыныптас сериалының 3-ші бөлімі уже бір аптадан кейін шығатын болады. Бұл жолы ондай қатты ұзаққа созылмайды. Одан кейін 2-ші серия миллионға жақындап келатыр екен. Давайте бірге миллионға жеткізейік. Алматы ең алғашқы махаббатым. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Қайырлы күн. Жағдайларыңыз қалай? Шулап біді дейсіз? Наксеке шулап. Кешегі сен тастап кеткенім үшін ренжіген жоқсың ба бізге? Ғани, симайсың. Давай. Маған дайректке дейтін кәдімгідей жазды, неге Ғаниді ренжіте бересіңдер, бір күні үйден қуып жіберетін шығарсыңдар дер. Мынау мінез шығарайын деп кет үйден. Заттарын жинап кет үйден. Дайректе барлығы маған ұрсыват. Ғаниді неге ренжісесіз, Ғаниға неге тиісесіз? Ғаниді ешқандай да ренжіскен жоқпын. Кешегі де, бүгінгі де бәрі ойын. Ол да бір ойнатып, ренжіп тұр. Жүрсер, адам не жерде жеп отыр. Столға апарайшы сен. Мына комнатаны әдейі сен үшін босатып қойдың ше. Әтек жасайды. Так, достар, біздің Сыныптас сериалының 2-ші бөлімі миллионға жақындап қалды. Егер көрмегендер болса, солар көтеріп көріп, тезсіз бағасын беріп, лайк, комментарий, арнаға тіркелді ұмытпаңыздар. 2-ші бөлім миллионға жақындаған кезде көп ұзатпай 3-ші бөлім шығаратын боламыз. Так что приятного просмотра. Бүгін бір ерекше күндердің бірі болды. Біздің отбасымыз үшін де дәл солай. Манас пен Нихаур өзінің ұтыстарын аяқтап, қуанышта. Ғани екеумізді біраз ойнап алды. Асқар кешкі ас ішіп отыр, Азамат бір жаққа дайындалып жатыр. Қысқасы бүгінгі қолдауларың үшін рахмет. Креативный бастағым келген ғой, стористі, короче. Осылай шықты. Ал қайырлы күн баршаңызға, бүгінге сәттілік. Болдым, братан, келесі өте беріңіз уже. Мен болдым түсіріп. Жо, братан, өте беріңіз келесі. Жо, ренжімей, братан. Өте беріңіз бейт, келесі сториске. Өте бер. Маған негізі түсіргеннен вайн түсірген оңай. Не түсіре бересің күнде, не түсіре бересің? Енді адамдардың ішінде блогерлер деген тіршілік иелері бар да, короче. Ол блогерлер көп түрге бөлінеді. Біреулері өмірін сүреді, біреулері отбасын сүреді, біреулері машина, үйді түсіріп адамдарға мотивация береді. Плагиат түсіретін блогерлер бар, тикток түсіретіндер бар, цитата түсіретіндер. Неше түрлі блогерлер бар енді. Ал мен өзімнің не түсірерімді білмеймін, сториске бар ғой. Жоқ, мен ондай түсіретін ештеңем жоқ, мен бейшарамын деп жатқан жоқпын, просто ұяламын ше көп нәрсені ашып түсірейін десем. Мысалы, мен тамақ жеп жатқам кімге керек мысалы? Сізге керек пе, мен тамақ жеп жатқам мысалы? Андай сторис түсірген үшін де кешірім сұраймын, бірақ мен сіздерді жақсы көремін. Сіздер менің мотивациямсыздар, сіздер менің мотиваторым, сіздер мені сынап түзеп отыратын нағыз сыншы достарым сіздер, мен сіздерді жақсы көремін. Бол, сол үшін ғана түсіремін сторис. Айтпақшы, түкіргім шығып кеткен. Мен неге дұрыс сторис түсіре алмаймын? Қиналамын ше, неге қиналатынымды қазір сіздерге көрсетемін, салам қазір. Неге қиналып түсіретінім ше, жынды сияқтымын сырттан қарасаң. Бірақ түсіру керек ше, амал жоқ. Қаншама достарым бар, қарап отыр, сторисін күтеді. Мысалы, мен бағана билеп салған негізінде былай түсірілді. В общем, көрдіңіздер ғой неге қиналатынымды. Қазір мен домофонға барып, адамдардың мазасын қашырып, пранк жасаймын. Бірақ бір адамның мазасын алу арқылы мен қаншама адамның настроениесін көтеремін деген ойдамын қазір.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания Буджай. Компания Буджай, у вас в доме дети не плачут? Нет. Если плачут, звоните нам, мы алкотемс. Алло? 是俺送生，你个大药从俺身上的，还给我啥个担心，都快炸哦。Егер тағы да пранктар түсір десеңіздер, бұдан да басқа пранктар түсіре аламын ертеңдері Құдай қаласа. Сол, рахмет сіздерге. Зарахайо! Ну, открыть, типа, грандиозно открыть, там, Инстаграм, даже не знаю, талдар, коробкалар. Айтамыз. Қайырлы таң, қалайсыздар? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Оңбаған, мен сенен вообще бұндай күткен жоқпын. Қандай ғана адамсың? Тұр. Ананы қара. Енді сен оған смело қарай аласың. Ананы қара. Лайктарды басатын. Лайк. Енді бұны сен де баса аласың. Мә, бас. Лайк барлығын басып шық. Бас. Барлығына басып шық. Күшті ғой. Ей, подкаблук. Бұның бәрі фигня. Гигня. Ең бастысы. Тағы не істей аламын мен сонда, айтыңызшы, өтініш. Достар, күнің есіне түсті, студенттер, естеріңізге түсті ма осы тағам ше, завтрак болады, обед болады, ужин болады ше, даже вечердегі тамақ болып кетеді, не болса да сол болып кетеді, студенттік кездері, е? Асқар? Ал достар, міне біздің сыныптастың екінші сериясы уже 600 000 просмотр болды. Давайте миллионға жеткізіп, бір аптадан кейін сіздерге уже үшінші серияны салатын боламыз, достар.